Қайырлы күн баршаға, Дәмді Асхана каналына қош келдіңіз. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді, өте жұмсақ болып шығатын пряниктер жасайтын боламыз. Осы видеоны соңына дейін көріп, өзіңізге сақтап алып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Алдымен 125 грамм ұнымызды електен өткізіп алып, оның үстіне 250 грамм қантымызды салып, екеуін жақсылап араластырамыз. Және де 250 мл қайнап тұрған ыстық сүтімізді құйып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Бір келкі масса болғанша араластырамыз, түйіршіктер қалдырмаймыз. Ал енді 50 мл сұйық майымызды құйып аламыз. Және де жұмыртқамыздың сарысын ажыратып салатын боламыз. Жұмыртқаның ағын глазур үшін алып қоямыз. Мендегі жұмыртқаның көлемі кішкентай болғандықтан 3 қостым. Егер үлкендеу болса, 2 қоссаңыздар болады. 1 шай қасық ванилин қосып, оны да жақсылап араластыратын боламыз. Осы видеоның астында описание бөліміне әдеттегідей толық рецепті жазып кететін боламын. Сол жерден қарап алсаңыздар болады. Ал ендігі кезекте алдын ала електен өткізіп дайындап алған 500 грамм ұнымызға 30 грамм қамыр қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Осылай ұнымызды дайындап алып, ендігі кезекте сұйық массамызға аз-аздан салып отырып қамыр илейтін боламыз. Алғашында венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Кейіннен ұнның қалған бөлігін салып, қолымызбен жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналымды қолдап, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз. Және де келесі видеоларды өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін міндетті түрде басып кетіңіз. Қамырымыз өте жұмсақ болып илену керек. Сондықтан белгіленген мөлшердегі ұнды ғана қосамыз. Қамыр қаншалықты жұмсақ болса, пряниктер де сондай жұмсақ болып шығады. Міне дайын болған қамырымызды пакетімізге салып, 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Міне қамырымыз дайын болды. Енді салафаннан алып, осылай 2 бөлікке бөліп, 2 зуала жасап аламыз. Біреуін шетке қоя тұрып, екіншісін оқтаумен жайып аламыз. Қамырымыз өте жұқа болып кетпеу керек. Жайып алған қамырымыздың үстінен домалақ формамен басып шығамыз. Пергамент төселген листімізге қамырлардың барлығын теріп аламыз. Міне қамырдың қалыңдығы осындай болу керек. Қызып тұрған пешке 180 градуста 30 минут аралықта пісіріп аламыз. Ал енді екінші зуаламызды жайып аламыз. Дәл жаңағыдай етіп жаямыз. Қатты қалың немесе қатты жұқа болып кетпеу керек. Орта қалыңдықта жайып аламыз. Және де домалақ формамен басып шығатын боламыз. Егер домалақ форма болмаса, стақан немесе пияламен кесіп алсаңыздар да болады. Форма болу міндетті емес. Және де көлемінде өз қалауларыңыз бойынша үлкен немесе кіші көлемде жасасаңыздар болады. Қамырларымызды листке жайғастырып, пісіріп алатын боламыз. Ал ендігі кезекте глазур дайындайтын боламыз. Ол үшін жаңағы алып қойған жұмыртқаның ағына қант ұнтағын қосып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Миксеріміздің жылдамдығын арттыра отырып, 15 минут аралықта миксерлеп аламыз. Сонда біздің глазурымыз дайын болады. Міне біздің пряниктеріміз пісіп шықты. Ал ендігі кезекте соңғы жұмысымыз қалды. Глазурға барлық пряниктерімізді батырып
аунатып аламыз. Құрамы өте қарапайым заттардан тұрады. Барлығының үйінен табылады деп ойлаймын. Сізде міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Дүкеннен сатып алмайтын боласыз. Барлық пряниктерімізді осылай глазурға аунатып алып, сеткаға теріп шығатын боламыз. Немесе глазурды пряниктерге щоткамен бір тегіс етіп әдемілеп жағып шықсаңыздар да болады. Ал енді глазурымыз қатқанша осылай қалдыратын боламыз. Міне біздің өте дәмді, өте жұмсақ болып шығатын пряниктеріміз дайын болды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін сізге алғысым шексіз. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.